Онкология негізінде неден келеді біздің өмірімізге? Жай қарапайым тілмен түсіндіріп беруге тырысайын. Менің өзімнің түсінгенім бойынша, мен онкологиямен ауырдым. 40-қа қараған жасымда маған злокачественная опухоль шейки матки 2-ші стадия деген диагноз қойылды. Өзімнің ауруымды қабылдаған жоқпын. Больницаға бармай кетуден қорқтым. Өйткені маған дәрігерім айтты, медицина көмектесе алады тек қана дегеннен кейін. Шын жан дүниеммен сенген жоқпын өзімнің онкология екеніме. Бірақтан да врач маған айтты, мен баруым керек деп қорқып бардым. Әлі күнге дейін, міне 4-ші жыл уақыт өтіп жатса да, мен әлі соны зерттеп келе жатырмын. Онкология неден, не үшін келеді біздің өмірімізге деген. Онкологияны, зависимый ауруларды зерттеген жандардың оқитын болсақ, олар былай айтады. Онкология жоқ деп айта алмайтын адамдар да болады дейді. Көп жағдайда. Жоқ деп айта алмайсың, өзіңнің сезіміңді өзің подавлять етесің. Өзіңнің ішкі жан дүниең басқа нәрсені қалап тұрады, сен негізі жаның қаламайды, сен істеп жатқан істі, сен айналысып жатқан нәрсені, сенің ортаңды, может сенің күйеуіңді, может сен айналаңдағы адамдарды, бірақтан да сен жоқ деп айта алмаудың кесірінен сен барлық нәрсеге шыдайсың. Мысалға, өңеш ауруымен, жіңішке ауру дейді ғой, өңеш ауруымен онкология болатын кісілер өмірі жұтқыншағына жұтанатын адамдарда эмоциясын сыртқа шығармайтын, өзінің ойын ашық айта алмайтын, женскийдан болатын ауру, мысалға, ол өкпе наз, реніш дейді ер адамдарға деген. Опять-таки айналып келетін болсақ, бұның бәрі өзіңнің сезіміңді өзің тұншықтыру, ішке, сыртқа ештеңені білдірмеу, өзің ішіне тығып жасыру, одан кейін жоқ деп айта алмайтын адамдар ауырады екен. Ол қайдан шығады? Ол біздің кішкентай кезімізден, өзіміздің окружениемізден шығады. Жоқ деп айтуға ұяламыз, жоқ деп айта алмаймыз. Көбінесе көнбіс боламыз да, көнеміз. Жоқ деп айту дұрыс емес, мен көнуім керек, мен шыдауым керек деп ойлаймыз. Негізінде шыдауға, көнуге сен міндетті емессің. Жоқ деп айтсаң болады, бірақ сол, қалай айтсам екен, өміріңде көрген жағдайлар, сенің ортаң, сенің тәрбиең оған апармайды. Дәрігерлер біздің денеміздің ауру жерін, ағзаны алады да сол жерді ғана емдейді. Мысалға, женский ма, химия береді, ота жасайды, алып тастайды. Оның арғы түбінде ол ауру неден келді жалпы, дене не айтқысы келіп жатыр, сенің денең нені қаламайды, оған не ұнамайды, дене не айтқысы келіп жатыр жалпы дегенде ешкім зерттемейді. Тек қана аурудың ошағын емдейді да қояды. Одан кейін қайта-қайта онкология қайталанып жатқан адамдар бар ғой, мысалға. Рак қайтадан келіп жатқан адамдар бар. Осының бәрі соның ошағын таппағаннан, соның негізгі себебін таппағаннан, негізгі соның себебімен айналыспағаннан деп ойлаймын да. Вот ағза саған көп нәрсені айтқысы келіп жатыр. Мысалға, сен өзің жоқ деп айтпай барлық нәрсеге шыдай бересің, көтере бересің, көне бересің да. Ағза да сенімен бірге көнеді, шыдайды да. Бірақтан да организмнің, дененің айтатын уақыты бар да, жоқ деп, сен үшін. Сен айта алмаған нәрсені сен денең айта бастайды. Сен ағзаң айта бастайды да. Ол осылай аурумен проявляция етеді. Ағза саған жоқ, стоп, болды, мен бұдан арғысына шыдай алмаймын деп аурумен айтады да, сен айта алмаған нәрсені. Одан кейін жоқ деп айта алмаудың кесірі осындай ауруларға алып келеді да. Одан кейін біз былай ойлаймыз ғой, махаббатқа ие болу үшін, біреудің құрметіне ие болу үшін, біреуді сені жақсы көру үшін, біреу сені қабылдау үшін, жалпы осы ортада, осы қоршаған қоғамда өзің ортаңда жақсы өмір сүру үшін сен жоқ деп айтпау керексің да, сенің ойыңша. Мысалға, жоқ деп айтсам, мен қарсылассам, мені ешкім жақсы көрмей қалады, мені жолдасым жақсы көрмей қалады, менің жігітім жақсы көрмей қалады, мен удобная болуым керек, мен көнуім керекпін, көнбіс болуым керекпін. Сол кезде ғана мені бәрі жақсы көреді. Барлығына шыдай беретін адамды барлығы жақсы көреді ғой. Жоқ деп өзінің ойын айтқаннан кейін адам в изоляция етіп шығады, сразу басқа арнаға шығып кетеді, басқа ортаға. Сол осы қоршаған айналаңда адамдардың қабылдауына ие болу үшін жоқ деп айта алмайды да. Көп жағдайда адам көнеді, шыдайды. Осының соңы, ақыр соңы өте ауыр жағдайға алып келуі мүмкін да сіз үшін. Сол үшін ойланыңыз. Қазір ауырып жүрген жағдайда болсаңыз, ол қайталанып жатса, осы тұста сіздің ойланатын жеріңіз деп ойлаймын да. Бұның ошағы қайда? Сізге организміңіз, денсаулығыңыз не айтқысы келіп жатыр жалпы?